California dreaming about you. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен қазақ баласы достар. Бүгінгі видеода сендер өте қызық видео көресіңдер, оған мен кәміл сенімдімін. Себебі достар, бізде кеше ғана ютуберлер арасында турнир болды. Яғни ол турнир Brawl Stars түсіретін ютуберлер арасында болды. Және ол турнирдан 8 ютубер қатысты Brawl Stars түсіретін. Және ол ойында мен достар сол чемпионаттағы турнирдағы мен фаворитпен түстім. Фаворит деп айтсам болады, себебі ол Терули деген канал достар. Ол достар. Мойындаймын, ол мықты ойнайды. Бірінші ойын, екінші ойын тоже смело қадап достар. Сондықтан мен полуфиналға шыға алмай ұшып кеттім. Бірінші неден ақ достар ұшып кеттім. Ал қазір ол видеоларды мен сендерге көрсететін боламын. Ол обязательно достар көрсетілетін болады. Ал ондай болса керек достар. Міне достар, бірінші ойын басталды. Мен басында телефоным қатып қалды. Осылай кішкене қатып, біраз тұрып қалдым. Ар жақта Терули барлық кристалды алып жатыр. Одан кейін біраздан соң мен телефоным қалпына келді да, мен атыса бастадым. Яғни ода 3 гем бар еді. Негізі мен оған жетіп үлгерген болдым. Ол 4-ші гемді алады. Одан кейін атам хпс азайып қашады. Одан кейін мен мына жақтан 4 кристалл гем жинап аламын, яғни. Соны жинап алған соң достар мен тупит етіп ана мартирасын қояды. Негізі оның мартирасы ультасы толмау керек еді. Өйткені менің арқамнан спайк кіреді, и оның ультасы толады достар. Қараңыздар, айда осы жерде көрдіңіздер ме? Одан кейін ол мартирасын қояды. Мен осы мартирасын қойған кезде, ол атқан кезде мен тупит етіп ары бері қиялдап жүріп қалдым достар. Қараңыздар, кристалды аламын, одан кейін асты қарай қашудың орнына мен жоғары қарай қайтып барамын да қайттан астыға түсем. Кете бермей болатын еді негізінде. Одан кейін мен хпымның азалған бітті ат. Міне бірінші ойын негізі бізде осылай бітті достар. Егер мен честно бой болды деп есептеймін өзім, ол да честно бой болды деп есептейтін шығар, білмеймін. Ал жігіттер білмеймін, қазір өзінің видеоларын жасап жатыр ма, жасамай жатыр ма, әйтеуір мен өз видеомды бірінші салатын сияқтымын. Так, бірінші ой бізде осылай болды достар. Мені смело жеңіп кетті достар. Ал ондай болса екінші бойға кеттік достар. Ал достар, екінші бойға келетін болсақ, мен бұл жерде Эль Примоны ал ол Дэрил таңдаған болатын. Негізі біз ең алғашында мен Джессиді ал ол Розаны таңдаған болатын. Бірақ Джесси Розаға тұрып бере алмайды, білесіздер ғой. Оны мен смело жеңіп кетті, одан кейін қайталап ойнайық деді. Өзі айтты, мен жарайды дедім. Сөйтіп қайталап ойнадық. Негізі мен осы бойда жеңіп кетуіме болатын еді, бірақ мен тупит еттім, телефонымда тупит етті кішкене. Так, мен осы кезде осыны өлтірем, өлтірем осы жерде. Сөйтіп бірінші гол соғам. Ал мен тіріліп атқан Нитаны мен Терули деп ойлап қаламын, бірден төбе салам осы жерде. Әден қол соғайыншы деп баратқам. Сол деп ойлап. Сосын одан кейін қайтадан ол қазір мені асты қарай қашып кетеді алмай ортасымен. Осы кезде қашып кетеді. Мен ол негізі осы кезде ол гол соғамын деп ойлап қалатын еді. Мен өлтіріп кетуіме болатын еді. Осылай мен телефоным қатып қалады. Ол бірақ гол соқпаған болатын. Ультамды қолданам, және ол былай гол соқпайды достар. Мен телефоным сол кезде қатып қалған кезде. Одан кейін қайтадан дәл бағаналы басталады. Мен жындық ұстап қашып жүремін да. Қазір ол тағы да ультасымен қашып кетті. Мына сол жаққа қарай, қашып кетті. Сөйтіп смело гол соқты. Солай мен екінші бой тоже ұтылдым достар. Негізі үшінші бойда бар еді, ол баунти. Яғни награда за поимку. Сол бой бар еді достар. Осылайша мен екі бой қатарынан ұтылдым. Бірінші группадан Алмаз KZ, Нерон KZ-ті 2-0 есебімен жеңіп, жартылай финалға шығады. Ал екінші группада Дарк Тима әлде әлі қазақ па, қайсысы жеңгені әлі белгісіз. Ал үшінші группада Терули қазақ баласын 2-0 есебімен жеңіп, жартылай финалға жолдама алды. Ал төртінші группада Ашонтик Brawl Stars'ы 2-1 есебімен жеңіп, жартылай финалға шықты. Жартылай финалда Терули Ашонтикпен кездеседі, ал Алмаз KZ кіммен кездесетіні әлі белгісіз. Мінекей достар, барлықтарын өз көздерімен көрдіңдер. Яғни жартылай финалға 3 адам шықты, ал 4-ші адам әлі белгісіз. Және Терули мен Ашонтик ойнайды, Алмаз KZ-тің әлі кім ойнайтыны белгісіз, өздерін көріп тұрғандарындай, көргендеріндей достар. Финалға меніңше Терули каналы шығатын сияқты, но бірақ 100% айта алмаймын, себебі
Ашонтик та осал ойыншы емес, ол да мықты ойнайды. Сондықтан мен кімнің шығатынын былай дәл айта алмаймын. Білмеймін. Оны алдағы уақытта көретін боламыз. Сондықтан достар, арнаға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетеміз. Өйткені алдағы уақытта мен сол жартылай финалда және кәдімгі финалда болған ойындарды мен өз каналымда көрсететін боламын, өзім оған қатыспасам да достар. Ал егер сендер барлық бойларды көргілерің келсе, яғни осы 1-8 финалдан жартылай финалға өткен ойыншылардың, мысалы Даркти, Али Қазақ, Ашонтик, в общем, барлық бойды көргілерің келсе, барлық матчтарды, ол үшін достар, сендер Ашонтик каналына өтіп, сол каналдан көре аласыңдар. Ал менде жай ғана өзімнің бойым, өзімнің матчымды көрсеттім. Ал барлық матчты сендер Ашонтик каналынан көре аласыңдар. Ссылкасы, яғни сілтемесі төменде достар. Сендермен бірге болған мен Қазақ баласы. Сау достар.